Қазақтың әлемнің жаратылуы туралы дүниетанымы ғылымның циклдік әлем моделіне сай келеді. Оны жаратылыс сөзі арқылы дәлелдеуге болады. Жаратылыс сөзінде бірінші жаралыс, сосын атылыс болатынын айтып тұр. Мысалы, бидай дәні әуелден өзі біреуден жаралған болатын. Дымқыл жерде дәннің қапшығы жарылады, одан тамыр таралады. Өсімдік күнге тартылып тік өседі, қуаты басына шығып, масақтан тұқымы атылады. Масақтан тұқым атылған соң өсімдікте нәр қалмайды. Өйткені ол бүкіл энергиясын өзінен аумайтын копиясын жасауға, дәнді жаратуға жұмсап қойды. Яғни өзі жаратушыға айналды. Ағаш бүршік жарады, сосын ғана жемісін атады. Яғни бірінші жарылыс, сосын атылыс болады. Жарылыссыз атылыс жоқ. Жаратылыс дегеніміз бір нәрсенің ішкі қуатынан жарыла отырып пайда болуы, одан кейінгі өсіп өркендеуі мен өнім беруі. Бұл табиғаттың, тіршіліктің заңдылығы. Қазақ осыны терең байқап, тіпті сөздің өзіне мағынасын салып қойған. Сондықтан жаратылыс сөзі жай ғана пайда болу емес, жасалу, жарылу, даму, атылу, өнім беру сияқты кезеңдердің жиынтығы. Циклдік әлем моделі қазіргі ғылымда ұсынылып отырған балама космологиялық теориялардың бірі. Бұл модельге сәйкес, ғалам бір ғана үлкен жарылыстан, Big Bang, басталып, үнемі кеңейіп жатқан жоқ. Ол белгілі бір уақыт бойы кеңейіп, содан соң жиырылып, кішірейіп, қайтадан жарылып, тағы да кеңейеді. Осылайша ғалам тыныс алып тұрған тірі жүйе тәрізді, кеңейеді, жиырылады, қайта кеңейеді. Әрбір жаңа цикл, жаңа ғаламның басталуы. Сондықтан бұл модельде бір ғана бастау нүктесі жоқ, барлық үдеріс шексіз қайталана береді. Бұл модель кең тараған үлкен жарылыс теориясынан қайшы келеді. Онда жаратылыс нақты бір сәтте пайда болған бір реттік оқиға ретінде қарастырылса, циклдік әлем моделінде жаратылыс үздіксіз қозғалыстың, тоқтаусыз ағынның бір сатысы ғана. Яғни жаратылыс бастау емес, жалғасу, табиғи ауысу. Бұл түсінік энергияның сақталу заңымен де үндеседі. Табиғатта ештеңе жоғалмайды, бәрі түрленіп, қайта тіршілік табады. Өмір ағыннан жаңа өмір. Бүршік атып, жаратылыс үнемі қайталанып отырады. Қазақ дүниетанымымен үндестігі. Қазақ халқы бұл идеяны ғылыми терминдермен емес, өзінің терең философиялық болмысымен, бейнелі сөз өрнегімен баяғыдан түсіндіріп келген. Шыр айналған дүние, дүниенің бір орында тұрмайтынын, үнемі қозғалыста, айналыста болатынын білдіреді. Дүние кезек-кезектің, ауысудың, өзгерістің, қайталанудың табиғи заң екенін меңзейді. Жыл айналды, табиғаттағы циклдік заңдылықтарды қабылдау мен түсіну. Осы тіркестер ғаламның циклдік сипатын, уақыттың тұйық емес, қайталанбалы құрылымын білдіреді. Қазақ дүниетанымында жаратылыс, қозғалыстың бір кезеңі, ал өмір тоқтаусыз өзгеріс. Өлім жоқ болу емес, жаңа күйге өту. Бұл көзқарас циклдік әлем моделінің өзегімен толық сәйкеседі. Циклдік модель, балама, әрі дәстүрлі мәдени дүниетаныммен де үндесетін көзқарас. Қазақтың табиғатпен үндес тіршілігі мен ғалам заңдылықтарына бейімділігі бүгінгі ғылыммен үйлесе алатын құндылық.